Құрметті респонденттер, сіздердің назарларыңызға үш байланыс статистикалық нысаны бойынша есептілік кезеңі айлық жалпы мемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі видеонұсқаулықты ұсынамыз. Бұл статистикалық нысанды қызметкерлердің санына қарамастан экономикалық қызмет түрінің жалпы жіктеуішінің 53 пошта және курьерлік қызметтер, 61 байланыс кодтарына сәйкес негізгі және қосалқы экономикалық қызмет түрлеріне ие заңды тұлғалар және олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері, жеке кәсіпкерлер ұсынады. Тапсыру мерзімі есепті кезеңнен кейінгі 2 күнге дейін. Ары қарай статистикалық нысанды толтыру үшін титулдық парақтың жоғарғы бөлігіне статистикалық нысанды толтыруға кеткен уақыт сағатпен көрсетіледі. Төменгі бөлігіне есепті кезең мен ЖСН коды көрсетіледі. Екінші бөлімнің бірінші қатарында пошта және курьерлік қызметтің көрсетілетін қызметтерінің көлемі 1000 теңгемен толтырылады. Екінші бөлімнің бірінші қатары бірінші бағанын егер мекемеде жеке тұлға болған жағдайда ғана толтырылады. Ал үшінші бағанды заңды тұлғалар толтырады. Үшінші бөлімде байланыс қызметінің көлемі 1000 теңгемен толтырылады. Ал төртінші бөлімде байланыстың негізгі қызметтерін тұтынушылар туралы ақпарат 1000 теңгемен көрсетіледі. Соңғы бетте кәсіпорынның атауы, мекен-жайы, электрондық пошта мекен-жайы және телефон нөмірі көрсетіледі. Үш байланыс айлық статистикалық нысанды толтыру бойынша сұрақтарыңызды Маңғыстау облысы статистика департаментінің көлік, байланыс, инновация және туризм статистикасы басқармасының 31 91 63 телефонына хабарласуыңызға болады. Назарларыңызға рахмет.